таңда жарық сенде шексіз төбе оған күдіктенбе үміт айт болса дайын бастасып тек сөнбе жол көрсетет жүрек болсаң сенімдірек бұл ғажайып та болай 140-пен бірге Сенде шексіз төбе оған күдіктенбе үміт айт болса дайын бастасып тек сөнбе жол көрсетет жүрек болсаң сенімдірек бұл ғажайып та болай 140-пен бірге жаралған езуіңді тыйған кімге
Қайырлы күн барша көрермен. Эфирде ой-кю зияткерлік жобасы. Сіздермен бірге мен Ақыл ағай. Және сендердің сүйікті әсем байларың. Баршаңа сәлем! Ақылжан ағай, осы ой-кю жобасы 140-тың Genius және смарт бөлімдері бойынша әр айдың ең үздік, ең білімді оқушыларына арналған, нағыз эрудиттерге қолдау көрсететін жобасы. Бүгін жыл бойы онлайндық смарт, Genius, Астана, Алматы офлайн орталықтарынан оқушыларымыздың арасында өткізілген осы ой-кю жобасының соңғы ақтық кезеңіне келдік. Тамаша. Финалдық кезеңнің басты жүлдесі 1 миллион теңге. Ал екінші орын иегеріне 500 мың теңге. Ал бүгінгі ойынның үшінші орын иегері 250 мың теңгеге ие болмақ. Керемет ағай, 1 миллион теңгенің жеңімпазын бүгін анықтаймыз десеңізші. Дәл қазір біздің жанымызда әр ағымның жеңімпаздары тұр. Сол себепті ең алдымен қатысушыларымызбен таныс болайық. Ендеше бастайық. Жамалдин Аяжан, тамыздық смарт ағымының жеңімпазы. Әділханұлы Нұрдос, тамыздық Genius ағымының жеңімпазы. Серікқали Еңілік, қыркүйектік Genius ағымының жеңімпазы. Файзулина Еңілік, қыркүйектік смарт ағымының жеңімпазы. Тазабеков Жан, қазандық Genius ағымының жеңімпазы. Жақсылық Ұлжарқын, қазандық смарт ағымының жеңімпазы. Айтқазин Мұхит, қарашалық Genius ағымының жеңімпазы. Бейсен Алмас, қарашалық смарт ағымының жеңімпазы. Қуанышқали Жалғас, ақпандық смарт ағымының жеңімпазы. Қойшыбай Әбдірахман, желтоқсандық смарт ағымының жеңімпазы. Зелбай Гүлнафис, 140 Алматы офлайн жеңімпазы. Әбілда Арман, 140 Астана офлайн жеңімпазы. Тамаша, 12 қатысушымыз ортада. Бір-бірімізге тағы да қошемет көрсетіп, қолдау жіберейік. Қатысушылармен таныстық. Ендігі кезекте бүгінгі зияткерлік жобаның кезеңдерімен таныс болайық. Бірінші кезең рас немесе өтірік деп аталады. Әр оқушы 1 минуттың ішінде берілген 10 сұраққа я немесе жоқ деп жауап беру қажет. Сұрақтарды біз қоямыз, сәйкесінше әр қатысушы лезде жауап беру қажет. Әр дұрыс жауапқа 10 балл, жалпы алғашқы кезеңде 100 балға дейін жинауға болады. Бірінші кезекте жылдамдықтарыңыз сынға түсетін болса, екінші кезеңде таным көкжиектеріңізді анықтайтын боламыз. Бұл кезеңде қатысушылар бірінші кезеңдегі ұпайлары бойынша кему ретімен, яғни ең көп ұпай жинағаннан бастап, ұяшықтарды таңдап, сұрақтарға жауап береді. Бұл кезеңде 6 бағыт бойынша сұрақтар беріледі. Әр бағыттағы сұрақтар деңгейі бойынша қойылады. Ұпай санына қарай сұрақтар да күрделене түседі. Ал біздің ең қызық үшінші кезең қызық екен деп аталады. Бұл кезеңде 140-тағы сүйікті мұғалімдерің видео форматта сендерге сұрақтарын жолдайды. Дұрыс жауап үшін 50 балл жинауға мүмкіндік бар. Бірақ сұрақ пәнге емес, эрудиция мен таным көкжиектеріңді анықтауға мүмкіндік береді. Ал егерде ойын соңында ұпайларың тең түсетін болса, бізде special раунд қарастырылған. Бәріне сәлем біздің YouTube көрермендер, біз қатысушыларымызбен таныстық, сайыстың кезеңдерін нақтыладық. Ендігі кезекте қай қатысушының жанкүйерлері белсендірек екенін анықтайық. Ол үшін комментарийге кім жеңімпаз деп ойлайсың, соның есімін жаза кет. Ол мүмкін офлайнды таныстыратын Арман мен Гүлнафис шығар, әлде Genius'тық қатысушы ұтама. Мүмкін смарттық түлектеріміз алға шығар. Оны біле жатармыз. Алғашқы кезеңді бастаймыз ба? Сіз дайынсыз ба? Мен әрқашан дайынмын ғой. Қатысушылар дайын болса, дайынсыңдар ма? Бастаймыз ба? Қалай? Дайын емес сияқты. Сол ғой, не эмоцияларың жоқ? Қорқып тұрсыңдар ма? Тағы бір қайтайық. Қатысушылар дайынсыздар ма? Дайынбыз. Тамаша. Енді бір дайындық байқалады. Дегенмен де қанша жерден қатысушыларымыз дайын тұрса да, оларға мұқияттылық үшін тағы да бір ережені бір түсіндіріп өтейін.
Бірінші кезең рас немесе өтірік деп аталады. Әр оқушы 1 минуттың ішінде берілген 10 сұраққа я немесе жоқ деп жауап беруі тиіс. Сұрақтарды біз қоямыз кезекпен, сіздер лезде жауап беріп отыруларыңыз қажет. Әр дұрыс жауапқа 10 балл, бірінші кезеңде толығымен 100 балға дейін жинауға болады. Ендеше бірінші кезеңді бастаймыз ба? Бастайық. Кеттік. Алғашқы қатысушымыз Тазабеков Жан. Жан, дайынсыз ба? Ендеше, дайын болсақ, бастайық. Бөлшек сандар натурал сандар қатарына жата ма? Бөлшек сандар. Иә. Сын есім заттың сынын білдіретін сөз табы ма? Иә. Уэзер сөзі ағылшын тілінде жол деген мағынаны бере ме? Қайталайсыз. Уэзер сөзі ағылшын жоқ. тілінде жол деген мағынаны бере ме? Франц Кафка неміс тілінде жазған әлем әдебиетінің өкілі ме? Жоқ. Наполеон Бонапарт Ресейге қарсы 1812 жылы жорық бастаған ба? 814. Жоқ. Иә. Кенесары Қасымұлы Ресей империясының отарлау саясатына қарсы шыққан ба? Иә. Күкірт бейметалл элемент пе? Иә. Жауап. Бейметалл, иә. Ауырлық күші жоқ ортада зат салмақсыздық күйінде бола ма? Иә. Достоевский Анна Каренина романын жазған ба? Жоқ. Адамның ДНК құрылымы 2 тізбекті спираль түрінде бола ма? Иә. Осымен 10 сұрақ аяқталды, 1 минуттың ішінде жауап беріп үлгердіңіз. Жарайсыз, Жан. Өте керемет. Қалай, сұрақтар қиын болды ма? Жауап беретіндей болды. Аха, дәл осылай жалғастыратын боламыз. Бізде екінші қатысушы Алмас. Иә, дайынсың ба? Иә. Бастаймыз ба? Иә. Ендеше, бастайық. Түбірі бар сөзге жұрнақ жалғанса, ол туынды сөз болады. Иә. Абай Құнанбайұлы қара сөздерін көркем шығарма ретінде жазды. Иә. Дон Кихот шығармасы орта ғасырлық француз әдебиетіне жата ма? Қайттан оқып жүрсеңіз. Дон Кихот шығармасы орта ғасырлық француз әдебиетіне жата ма? Жоқ. Орта ғасырларда Еуропада феодалдық құрылыс үстем болды. Жоқ. Ас тұзының құрамында натрий мен хлор бар ма? Бар. Дене қозғалысын сипаттайтын шама энергия ма? Иә. Шыңғыс хан романы Мұхтар Әуезовке тиесілі. Жоқ. Компьютердің пернетақтасы енгізу құрылғысы ма? Иә. Қандағы эритроциттер оттегіні тасымалдай ма? Иә. Қазақстан Республикасында президент сот органының басшысы бола ма? Жоқ. Жарайсың, 10 сұрақтың барлығына жауап беріп үлгердік. Бізде уақыт қалды. Тамаша, Алмасты қолдап бір қошемет ұрып қойсақ. Тамаша, ал енді келесі кезек Алматы офлайнның атынан келген Гүлнафиске келді. Гүлнафис, дайынсыз ба? Иә. Ендеше сұрақтарды бастайық. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыруға болады. Иә. Көксерек повесінде адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас сипатталады. Иә. Бук сөзі көпше түрде букс болып жазылады. Иә. Ұлы географиялық ашулар 16 ғасырда басталды. Жоқ. Томирис сақтардың патшайымы болған тарихи тұлға. Иә. Сутегі бейметалл элемент. Иә. Жылдамдық уақытқа тәуелсіз шама. Жылдамдық Иә. уақытқа тәуелсіз шама. Капитанская дочка повесі 19 ғасырда жазылған. Иә. Келесі, веб-браузер мәтіндік редактордың бір түрі. Жоқ. Веб-браузер мәтіндік. Сот атқарушы билікке жатады. Жоқ. Осымен 10 сұрақ аяқталды. Жарайсың, Гүлнафис. Гүлнафисті қолдап қошемет ұрып қойсақ. Біздің оқушылар шетінен ақылды сияқты. Уақыттан бұрын аяқтап жатыр. Дәл осындай қарқынды бізде Аяжан жалғастырады. Аяжан, дайынсың ба? Иә. Ендеше, бастаймыз. Жай сандар тек өзіне және бірге ғана бөлінеді. Иә. Сөйлемдегі тұрлаусыз мүшелер бастауыш пен баяндауыш. Жоқ. Жамбыл Жабаев ақын әрі жырау. Иә. Данте құдіретті комедия шығармасының авторы. Жоқ. Феодалдық құрылыстың негізгі белгілерінің бірі вассалдық қатынас. Иә. Мырыш металл элемент. Жоқ. Энергия өлшем бірлігі Ньютон. Жоқ. Жер шарында ең ұзын өзен Ніл. Иә. Адамның тыныс алу жүйесіне бауыр жатады.
жоқ. Логикалық ойлау тек математика пәніне ғана дамиды. Жоқ. Осылай, біз 10 сұрақты да аяқтадық. Аяжан бізде бәрінен ерте бітірген екен. 20 секунд уақыты қалды. Жарайсыңдар. Біздің финалистер тек қана білімді емес, сонымен қатар жылдам екенін дәлелдеуде. Ал кезекті өз білімін көрсететін қатысушы бізде ол Арман Әбілда. Арман, дайынбыз ба? Алгебрада өрнекпен теңдеу бірдей ұғымдар. Жоқ. Келесі, есімше етістік пен есім сөздерінің қасиетін қатар еленетін тұлға. Жоқ. Келесі, Батыр баян поэмасын Мағжан Жұмабаев жазған. Я. Дог сөзі ағылшын тілінде құс деген мағынада қолданылады. Жоқ. Жоқ. Тәуке ханның билігі кезеңі алтын ғасыр деп аталады. Я. Темір периодтық жүйеде металдарға жатады. Я. Күш скаляр шама. Жоқ. Пушкин реализм бағытындағы ақын. Жоқ. Адам миы екі жарты шардан тұрады. Я. Сенат заң шығару билігінің бір тармағы. Жоқ. Осымен 10 сұраққа да үлгерді. Жарайсың, Арман, тамаша. Өте керемет. Сөзім жоқ біздің оқушылардың жылдамдығына. Біз енді 6-шы қатысушымыз Серікқали Еңлікке де келіп жеттік. Еңлік, қалай? Қолға ұшып тұрсың ба? Ал, бастаймыз ба? Иә. Бастадық. Шылау сөйлем мүшесі бола алмайтын сөз табы. Иә. Пен сөзі қарындаш деген мағынаны білдіреді. Жоқ. Ежелгі Римде демократиялық басқару болған. Иә. Ордабасыда 300-дің өкілдері жиналған. Иә. Толстой роман жанрының шебері. Иә. Орт мәтіндік редактор. Иә. Сахара шөлі оңтүстік Америкада орналасқан. Жоқ. Адамда 32 тіс бар. Иә. Жопсандар 3-ке бөлінеді. Жоқ. Президент заң шығару органда басқарады. Дәл осылай біз бұдан да ерте аяқтадық. 10 сұрақта аяқталды. Келесі бізде Жалғас. Қуанышқали Жалғас. Дайынсыз ба? Дайынмын. Дайын болсаңыз, кеттік ендеше. Периметр фигураның ауданы. Жоқ. Менің атым Қожа повесінің авторы Бердібек Соқпақбаев. Иә. Сан ағылшынша ай деген сөз. Жоқ. Гамлет трагедиясы француз тілінде жазылған. Гамлет Жоқ. трагедиясы. Жоқ. Орта ғасырда Англияда парламент құрылды. Иә. Қазақ хандығы алғаш рет Жетісу аймағында құрылған. Иә. Жылдамдық векторлық шама. Жоқ. Достоевский Муму әңгімесінің авторы. Иә. Paint компьютерлік графикаға арналған бағдарлама. Иә. Жасушаның ядросы оның ең маңызды бөлігі. Иә. Осымен 10 сұраққа да жауап беріп үлгердіңіз. Жарайсыз, Жалғас, Жалғасты қолдап қояйық. ал бізде жалғасты жалғастыратын ол жарқын. Дайынбыз ба? Иә. Ендеше кеттік. 0 натурал сан. Жоқ. Сын есімге жіктік жалғау жалғанады. Жоқ. Толағай халық ертегісі. Иә. Орта ғасырда адамдар жердің шар тәрізді екенін білді. Так. Иә. Абылай хан 18 ғасырда өмір сүрді. Иә. Көмір органикалық зат. Жоқ. Күш жылдамдықпен өлшенеді. Жоқ. Достоевский қылмыспен жаза романының авторы. Иә. Компьютердің негізгі блогы жүйелік блог. Иә. Параллелепипедтердің тек 4 қыры бар. Иә. Осылай біз 10 сұрақты да аяқтадық. Керемет. Я, керемет. Дәл осындай керемет жауаптарды жалғастыратын Файзулина Еңлік. Дайынбыз ба, Еңлік? Иә. Ендеше кеттік. Септік жалғауы, жалғаудың бір түрі. Иә. Фиш сөзі ағылшын тілінде құс дегенді білдіреді. Жоқ. Феодалдық қоғамда басыбайлы шаруалар болған. Иә. Жәнібек пен Керей хандар 15 ғасырда өмір сүрген. Иә. Азот бейметалл элемент. Жоқ. Темір магниттелетін металл. Иә. Чехов роман жазушысы. Иә. Флешка компьютердің ішкі жады. Иә. Африканы қоршайтын мұхиттар жоқ. Жоқ. Үшбұрыштың бір бұрышы 90 градус болса, ол тең бүйірлі үшбұрыш. Иә.
Сонымен еңлік сіз де 10 сұраққа уақытылы жауап беріп үлгердіңіз. Ал келесі кім? Келесі бізде мұхит. Дайынсың ба? иә, Ендеше бастаймыз. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болады. Сын есімге көптік жалғау жалғанбайды. иә. Шұғаның белгісі повесін Мағжан Жұмабаев жазды. Қайталап жүрсі? Шұғаның белгісі повесін Мағжан Жұмабаев жазды. Жоқ. Тейбл сөзінің ағылшын тілінде аудармасы үстел дегенді білдіреді. иә, Наполеон Англияның патшасы. жоқ. Есім хан тұсында Есім ханның ескі жолы қалыптасты. иә, Кернеу мен тоқтың қатынасы Ом заңына негізделеді. жоқ. Компьютердің жедел жады ұзақ мерзімді сақтау құралы. иә, Ніл өзені Африкада орналасқан. иә, Сайлау мемлекетті басқару формасы. иә. Осылай біз 10 сұраққа да жауап беріп үлгердік. Ортасында қателескенім үшін кешірім сұраймын. Менен кеткен қателік сонда да өзіңнің жылдамдығыңды, білімді екеніңді дәлелдеп, уақытлы аяқтадың. Иә. Бір қошемет көрсетіп жіберейік. Басты үлгердіңіздер, онда тұрған ештеңе жоқ. Ал енді келесі қатысушымыз Қойшыбай Әбдірахман. Әбдірахман, дайынбыз ба? иә, дайынбыз. Дайын болсақ, бастайық. 1 килограмм 100 граммға тең. Жоқ. Сан есім заттың қимылын білдіреді. Жоқ. Қобыланды батыр жыры эпостық шығарма. иә, Алашорда үкіметі 20 ғасырда құрылған. жоқ. Инерция дененің қозғалысқа қарсылығы. иә, Тургенов Қарабатыр романын жазды. иә, Антарктидада тұрақты тұрғындар бар. жоқ. Адам ағзасында ұйқы безі ас қорытуға қатысады. иә, Кубтың барлық қырлары тең болады. иә, Қазақстанда заңды ең жоғары күші бар құжат Конституция. иә. Осымен Әбдірахман барлық сұрақтарға жауап беріп үлгердіңіз. Жарайсыз, Әбдірахманға қошеметтеріңіз. Ал бізде соңғы қатысушымыз қалды. Ол бізде Нұрдос. Нұрдос, дайынсыз ба? иә, Ал ендеше бастаймыз. Параллелиграмның қарама-қарсы бұрыштары тең болады. иә, Қазақ газетінің бас редакторы Ахмет Байтұрсынов. иә, Феодалдар қарапайым шаруалар тобы. жоқ. Кенесары Абылай ханның немересі. иә, Оттегі ауадағы ең көп таралған элемент. жоқ. Пушкин Абай жолын жазған. жоқ. Компьютердің сыртқы жадында монитор жатады. жоқ. Еуразияда екі түрлі ғана климаттық белдеу бар. жоқ. Құлақ есту мүшесі. иә, Сот заң шығарушы билік. жоқ. Дәл осылай Тамаша. 10 сұраққа жылдам жауап берген болатын. Я, тек Нұрдос қана емес, бізде бүгін барлық 12 қатысушы да бірінші кезеңде 1 минуттың ішінде 10 сұраққа жауап беріп үлгерді. 140-тың оқушылары тек білімді ғана емес, сонымен қатар ойлары ұшқыр, жылдам екенін көрсетті. Осымен алғашқы кезең өз мәресіне жетті. Барлық 12 қатысушы өздеріне қойылған сұрақтарға жауап берді. Байқасаңыздар, сұрақтар өте оңай, тек тез ойланып, тез жауап беру керек. Ендігі кезекте ұпай сандарымен таныс болайық. Аяжанда 80 ұпай, Нұрдос 100 ұпай, Серқали еңлік 80 ұпай, Файзулина еңлік 60 ұпай, Жанда 70 ұпай, Ұлжарқын 70 ұпай, Мұхит 70 ұпай, Алмаз 70 ұпай, Жалғас 80 ұпай, Әбдірахман 80 ұпай, Арман 70 ұпай, Гүлнафис 90 ұпай. Осымен ұпай сандармен таныс болсақ, келесі кезеңге өтуге мархабат, қатысушыларға сәттілік. Сонымен біз бірінші кезеңді аяқтадық. Еңлік, сен бізде 60 ұпай жинаған екенсің. Бұл кезең сен үшін қалай болды? Қай сұрақтан қателестің, қиын болды? Жалпы сұрақтар жеңіл болды, бірақ кейбір әлсіз пәндерден сұрақтардан жаңылдым. Енді келесі раундтарда көбірек күш салуға тырысамын. Әлбетте, себебі барлықтарыңның балдарың бірдей келе жатсыңдар. Келесі кезеңдерде ұпайларыңды көбейтіп алуға әбден мүмкіндіктерің бар. Я, тек бұл
бүгінгі финалдың тек бастамасы ғана, басы ғана. Сондықтан сайыстың барлығы әлі алда. Сондықтан да қобалжымаймыз, уайымдамаймыз. Барлық фокусымызды дұрыс жауап беруге қояйық. Сонымен бірінші кезең аяқталды. Ал енді келесі кезеңге өтейік. Келесі кезеңнің ережелерімен таныс болсақ, алдымызда экранда ұяшықтар пайда болады. Әр ұяшықтың үстінде сол ұяшықтан жинай алатын ұпайлар көрсетілген. Ал төбе жағында сол ұяшық тақырыбы жазылған. Әр сұраққа жауап беруге 20 секунд беріледі. Ал енді бұл екінші кезеңнің тақырыптарымен таныс болайық. Тарих тағылымы, инновация, мәдениет, сандар сөйлейді, жер беті жұмбақтары, ғылым, білім. Ендеше, дайын болсақ, ең көп ұпай жинаған қатысушыдан бастаймыз. Нұрдос, дайынсыз ба? Иә. Қай ұяшықты таңдайсың? Мен тарих тағылымы 30 таңдаймын. Тарих тағылымы 30. 1871 жылы Франко-Пруссия соғысы аяқталған соң, Еуропада қандай жаңа мемлекет пайда болды? Уақыт кетті. Айта берсем бола ма? Ойланыңыз, өкініп қалып жүрмеңіз. Уақыттан ерте аяқтап. Франко-Пруссия соғысы аяқталған соң, қандай мемлекет пайда болды? Мүмкін жауабы дайын болса тыңдап көреміз. Жауабым дайын. Жақсы. Сонымен, Нұрдос жауап. Менің жауабым Герман империясы пайда болды. Германия империясы. Тез ойланған кезде берген жауабыңыз осы ма? Өкініп қалмайсыз ба? Жоқ. Ендеше сұрақтың дұрыс жауабын бірге білейік. Әрине бұл дұрыс жауап. 30 ұпайың құтты болсын, Нұрдос, жарайсың, тамаша. Келесі кезекте бізде Гүлнафис. Сен қай ұяшықты таңдайсың? Тарих тағылымы 40 ұпай болсын. Тарих тағылымы 40. Ашып жіберейік. Тарих тағылымы 40. Батыс пен шығыс Еуропа арасында идеологиялық және саяси бөлініске алып келген темір шымылдық ұғымы кімнің сөзі? Темір шымылдық ұғымы кімнің сөзі? 10 секундымыз қалды. Уақыт аяқталды. Жауабыңыз? Уинстон Черчилл ма? Бұл сіздің соңғы әрі нақты жауабыңыз. Қабылданады. Бәрібір ойлануға уақыт жоқ, сондықтан да қабылдаймыз. қабылдауға мәжбүрміз. Қате болса да, дұрыс болса да. Көреміз. Көреміз. Сонымен Дұрыс жауап. Әрине бұл дұрыс жауап. Уинстон Черчилл. Келесі кезекте бізде Серікқали Еңлік. Сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Сандар сөйлейді 30. Сандар сөйлейді 30. Тасбақаның жүрегі 1 минутта неше рет соғады? Өте қызық сұрақ. Уақыт Кетті. Тасбақаның жүрегі. Санаулы секундтар. Сонымен еңлік жауап. 20 рет деп қарастырды. Жауапты қабылдаймыз ба? Сонымен тасбақаның жүрегі 1 минутта неше рет соғады екен? 20 рет пе екен? Жауапты Әлде- көрсетсеңіздер. Бұл қате жауап болды. Өкінішті. Қызық факт. Тасбақаның жүрегі минутына 1 рет соғады екен. Естеріңізде сақтап жүріңіздер. Келесі кезекте ағай бізде Жалғас. Жалғас. Сен қай ұяшықты таңдайсың? Инновация 40. Инновация 40 дейді. 1997 жылы IBM жасаған жасанды интеллект қандай шахмат чемпионымен ойнап, оны жеңген еді?
уақыт кетті. Жасанды интеллект қандай шахматшыны жеңген дейді? Қай чемпионды жеңген? Чемпионның аты жөні. Жауабым дайын. Ойланбайсың ба? Асығам деп бөлдіріп алу болып қалмасын. Уақыт та біткен екен. Жауап десек, ағай? Каспаров. Жауабыңыз? Гарри Каспаров. Гарри Каспаров. Сонымен көрейік. Бұл дұрыс жауап екен. Және де бұл дұрыс жауап. Құтты болсын. Гарри Каспаров дұрыс жауап екен. Жалғас өзіне плюс 40 балл қосылып кетті. Келесі бізде Әбдірахман. Әбдірахман, сен қай ұяшықты таңдайсың? Сандар сөйлейді 40. Ал, Сандар сөйлейді 40. сандар сөйлейді. Сандар сөйлейді 40, я? Қазақ ғалымы Сайлыбай Бекболатов ойлап тапқан мәңгі қазақ күнтізбесінде бір жылда неше ай бар? Сандар сөйлейді 40. Қиын сұрақтардың бірі, ағай. Уақыт кетуде, ойлан, Әбдірахман. 3, 2, 1. Уақыт аяқталды. Әбдірахман, жауап? 9. 9. Сонымен, бұл Жауапты. дұрыс жауап екен. Көрейік. 9 қате. Дұрыс жауабы бұл 13. 13 дұрыс жауап. Қазақта 13 мүшел бар және осы Сайлыбай Бекболатовтың күнтізбесінде 13 ай бар екен. Келесі кезекте бізде Аяшан. Қай ұяшықты таңдайсың? Жер беті жұмбақтары 30. Жер беті жұмбақтары 30 дейді. Атлантида туралы алғашқы дерек қай философтың еңбегінде кездеседі? Философтың есімін айту керек. Алғашқы дерек. Айжан, бізде уақыт аяқталды. Жауабың? Страбон. Страбон? Жауапты қабылдайық. Страбон. Ойланамыз. Аяжан. Бәрдір, уақыт Әттен, бітті ғой. бірақ уақыт бітті, бірақ Аяжанға қазір ешкім көмектесе алмайды. Аяжанға тек қазір Страбон деген жауап қана қорған болады, егер де ол дұрыс болса. Сонымен, дұрыс жауап Страбон бекен? Көрейік. Өкінішті. Дұрыс жауабы Страбон емес, дұрыс жауабы Платон. Есіңізде сақтап жүріңіз, келесіде сіз бұл сұраққа қателеспейсіз деген үміттемін. Келесі бізде Жан. Қай ұяшықты таңдайсың? Мәдениет 40. Мәдениет 40. Жазушы Ілияс Жансүгіровтің бүркеншік аты. Ілияс Жансүгіровтің бүркеншік аты. Лақап аты. Жан, дұрыстап ойлан. Бізде уақыт аяқталды. Жауабың? Жауап. Жан. Жас ғалым дей салайын ба, жауабым жоқ. Жас қандай? Жас ғалым болсын. Жас ғалым болсын. Жан сенімсіздеу жауап берді. Мүмкін оның ойына келген жауап дұрыста шығар. Көрейік. Өмірде әртүрлі ғажайыптар болып тұрады ғой. Мүмкін жас ғалым деп өз шығармаларын жариялаған шығар. Бүгін мүмкін жанда өмірінде ғажайып орын алатын күн шығар. Сонымен дұрыс жауабы жас ғалым ба екен? Жан бізде қателесті. Дұрыс жауабы бізде Матай. Матай. Келесі бізде Ұлжарқын. Ұлжарқын қай ұяшықты таңдайсыз?
Мәдениет 30. Мәдениет 30. Буддизмдегі кемелдік пен теңдіктің символына айналған гүл қандай? Өте ерекше сұрақ. Иә. Сонымен ол жарқын жауабыңыз. Кактус. Кактус. Сіздің ойыңызша кактус кемелдік пен теңдіктің символы, иә? Жарайды, бұл сіздің версияңыз. Сіздің версияңызға құрметпен қараймыз. Және Мүмкін де дұрыс жауапты шығар. жауапты көрейік онда. Кактус бізде Кактус па? кемелдік пен теңдіктің символы ма екен? Жоқ, жоқ. Буддизмдегі кемелдік пен теңдіктің символы ол бізде лотос гүлі. Есімізде сақтап жүрейік. Дегенмен де мұнаймаңыздар, әлі сіздерде екінші мүмкіндік болады. Бұл кезең бір сұрақпен аяқталмайды, иә? Бізде әрі қарай жалғастыратын мұхит. Қай ашықты таңдаймыз? Ғылым білім 30. Ғылым білім 30. Қан құрамындағы темір бір адамда орташа қанша шегені жасауға жетеді? Қан құрамындағы темірді Бір адамның бойындағы қанның ішіндегі темір қанша шеге жасай алады? Өте қызық. қызық сұрақ. Бізде уақыт аяқталды. Жауабың 4 шеге. 4 шеге дейді. Ағай ойлаңыз, сіздің қаныңыздан 4 шеге шығарып аламыз. Қалай қарайсыз? 4 шеге. 4 шеге. Шыға ма? Білмеймін, 4 шеге шыға ма, шықпай ма, оны қазір жауабын бірге білеміз. Жауап жоқ. Менің қанымнан 4 шеге шықпайды, бар болғаны бір ғана шегеге жетеді екен. Жақсы. Келесі бізде алмас. Жер беті жұмбақтары 40. Жер беті жұмбақтары 40. Экваторға ең жақын орналасқан астана. Экваторға ең жақын. Үш, екі, бір. Уақыт. Сонымен алмас, сіздің жауабыңыз. Экваторға ең жақын астана қай қала екен? Веракрус. Веракус? Иә. Сонымен алмаздың жауабы Веракус. Веракрус. Веракус. Естімей қалдым, кешіріңіз. Сонымен алмаздың жауабы Веракус. Әрпін дұрыс айтайық. Әйтпесе бізде ренжіп қалар алмас. Ал ол кісі дұрыс жауап айтты ма? Мен әріптен қателестім. Ал ол кісі жауаптан қателесті ме, әлде қателеспеді ме? Оны экраннан көрейік. Өкінішті, екеуміз де қателесіппіз. Ал енді бізде келесі кезекте Арман. Қай ұяшықты таңдайсың? Ғылым білім 40. Ғылым білім 40. Күн жүйесінде сақиналары бар 4 ғаламшар. Иә, сізге 4 ғаламшарды атау керек. Юпитер. Жауабыңыз дайын ба? Қабылдай берейік пе? Жоқ, онда ойланып айтасыз. Ойланып алыңыз. 10 секундыңыз бар әлі. Жауап беруге уақыт болады. Қандай ақылды, бірден жауап беріп отыр ғой. Ғылым білім 30 ашылды. Жауабым Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун. Сонымен дұрыс жауапты көрейік. 4 ғаламшар тізіп өтті, бірақ дұрыс тізіп өтті ме? Бірге білейік. Әрине, 4 жауаптық сұрақ болса да, 4-еуіне дұрыс жауап беріп, 40 ұпайды Иеленді. Тамаша. Келесі кезекте еңілік, Файзулина еңілік.
Сіздің кезегіңіз. Мәдениет 20. Мәдениет 20. Пиноккио ертегісі қай елде жазылған? Пиноккио ертегісі қай елде жазылған? Еңліктің уақыты аяқталды. Еңлік жауап. Жауабым Франция. Франция. Франция деген жауапты қабылдаймыз. Басқа амал жоқ. Бұл еңліктің жауабы. Сәл бірақ Ойлану керек еді. ойлану керек еді. Кішкене жақынырақ қарастыру, жақын қалды, иә? Ал мүмкін дәл түскенде шығар. Мүмкін. Ал енді жауабын бірге білейік. Жоқ, сәл қателесіп кетіпсіз. Сәл қасында тұрған Италия елі деп айдаладағы елдейсің. Так, келесі. Келесі. Біз Бірінші айналымды айналым біттік. аяқтадық. Енді екінші мүмкіндіктеріңіз бар. Кезек Нұрдосқа келді. Менің таңдауым тарих тағылымы 20. Тарих тағылымы 20. Қазақ тілі қай жылы тәуелсіз Қазақстанның, тәуелсіз елдің мемлекеттік тіл мәртебесін иеленді? Ойланайық. Оқулықта бар сұрақ. Білмеймін. Мен өз басым тарихта аса қатты білмеймін. Ойбай, ағай. Уақыт бізде аяқталды. Нұрдос, жауабыңыз? Менің ойымша 1992 жыл болу керек. 1992 жылы. Не үшін олай ойладың? Менің ойымша тәуелсіздіктің өзін 91 жылы алса, көптеген саяси үдерістер бізде 92 жылы орын алды ғой. Сондықтан менің ойымша 92 жыл деп ойлаймын. 92 жыл деп ойлайсың. 92 жылы біз Біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық. 92 жылы рәміздерімізді бекіттік. Ал 92 жылы қазақ тілін біз мемлекеттік тіл ретінде бекіттік пе? Жауап? Қате. Дұрыс жауабы 1993 жылы тұңғыш конституцияда тәуелсіздік алғасын. Ал тәуелсіздік алғанға дейін білесіз 89 жылы тілдер туралы заң қабылданған еді. Нұрдос, келесіде біліп жүрерсіз. Өз еліміздің тарихын біз жатқа білуіміз қажет. Тарихты білмеймін деп ағай бүткіл тарихты қопарып айттыңыз ғой. Әзіл ғой енді. Өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Ал дәл осы кезекте көп созбай Гүлнафисқа берейік. Гүлнафис, сіз қай сұрақ таңдайсыз? Онда жер беті жұмбақтары 20 болсын. Жер Беті жұмбақтары 20. Әлемдегі ең ұзын кептеліс қай қалада болған? Әлемдегі ең ұзын кептеліс. Алматы десің, е? Алматының кептелістерінен әбден қиналған Гүлнафис қазір Алматы деп ойлап тұр. Ай, ойбай, жоқ. Гүлнафис, уақыт бізде аяқталды. Жауап? Жауап. Токио ма? Токио. Токиода кептеліс Бола ма? Жалпы. Білмеймін, Гүлнафис мүмкін болған шығар Токиода, қиналған шығар кептелісте. Гүлнафис Токиода болғансыз ба? Жоқ. Бұйырса боларсыз Токиода. Ал дұрыс жауап Токио мекен? Жоқ, дұрыс жауабы Шанхай, Қытай. Әлемдегі ең халқы көп ел. Жарайды, Токиода да, Шанхайда да болу сізге жазсын, бұйырсын. Керемет саяхаттап, сол жерлердің кептелісін көріп, қиналуды жазсын сізге. Серікқали, еңірек. Сен қай ашық таңдайсың? Ғылым білім 20. Ғылым білім 20. Адам денесіндегі ең кішкентай сүйек қайда орналасқан? Адам денесіндегі ең кішкентай сүйек дейді.
Уақыт аяқталуға таяды. Уақыт бітті. қателеспесем құлақ бөлігінде болу керек. Құлақта. Құлақта. Өте кішкентай. Қалай ойлайсыз? Құлақта. Кішкентай. Мұрында емес пе? Мұрында сияқты маған да. Менде- Әлде құлақта ма? Құлақта да кішкентай. Бірақ қайсысы кішкентай екендігін ғалымдар әлде қашан зерттеп қойған. Ал ол зерттеуді біздің еңлік дұрыс оқыды ма әлде қате оқыды ма? Көрейік. Көрейік. Жауап. Дұрыс. Еңлік мұқият оқыған екен. Еңлік, сіз бізде биологсыз ба? Жоқ. Таңдау пәндеріңіз қандай? Информат. Информатты Біліп таңдаса да биохимнің білетін пәндерін сұрақтарына дұрыс жауап беріпті. Ал бізде кезек кімге келді? Жалғасқа. Жалғасқа келді. Жалғастың екінші мүмкіндігі жалғас қай ұяшты таңдайсыз? Инновация 30. 3D принтер арқылы басып шығарылған алғашқы орган. Өте инновациялық сұрақ. Инновациялық сұрақ. Уақыт бізде аяқталды. Жауабың? Жүрек. Сенде жүрек жоқ. Ауырмайды жүрек. Сенде жүрек болмаса 3D принтермен, 3D принтермен шығарып береміз дейді жалғас. Сонымен дұрыс жауабы жүрек пе екен? Білейік. Жүрегің соғып тұр ма қазір? Қобалжып тұрсыз ба? Бұның дұрыс жауабы құлақ. Бізде еңлікті құлағыңызбен жақсырақ тыңдағанда, соның жауабын қайталағанда не деген сәйкестік, иә? Иә. Қатарынан 2 құлақ деген жауап. Бізде жалғастан кейін Әбдірахман. Әбдірахман, екінші Сандар мүмкіндігіңіз. сөйлейді 20. Қандай? Сандар сөйлейді 20. Сандар сөйлейді 20. Рим цифрымен 1000 қалай жазылады? Рим цифрымен 1000-ды қалай жазамыз? Сіз білесіз бе? Білемін. Менде жауап тұр ғой. Дегенмен де тарихты жақсы оқысаңыздар білулеріңіз керек. Уақыт бізде аяқталды. Жауап? Әбдірахман. Ғасырмен жазу керек па? X. Иә. X. Қандай таңбамен? X па? X. X пен. X. X былай тұрады. X деген, иә. Әбдірахманның ойынша бұл 1000. Жоқ, ол ғасырмен тарихқа байланысты деп айттыңыз өзіңіз сол жерде. 1000, біз 1000-ды сұрап тұрмыз ғой сізге. 1000 қалай болады? Рим цифрымен жазғанда. Уақыт аяқталды. Міне, Таңба? 1000 қалай болады? Сонымен Жауап Әбдірахман, береміз. X па сол? X дейді Әбдірахман. Әбдірахман. Қиын болды ма? Қиын. Тарих оқулықтарында бірақ ол жоқ шынымен. Тарих оқулықтарында тек X-ті көрген шығар. Мүмкін X дұрыс жауап шығар. Мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Сонымен экранға назар аударайық. Бұл бізде қате жауап. Өйткені X бізде 100-ді білдіреді, иә? Ал 1000-ды? 10-ды білдіреді. Ой, бұл ағай. 10-ды білдіреді. Бізде X 10-ды білдіреді, L әріпі 50-ді білдіреді, ал 1000-ды M әріпі білдіреді екен. Ой, дұрыс жауап қайда? 1000-ды бізде M әріпі білдіреді екен. Жарайды, біліп жүреміз келесіде. Енді бізде Аяжан. Сен қай ұяшықты таңдайсың? Аяжан. 10-дықтар қалды. Инновация бойынша 20 қалды. Сандар сөйлейді 10. Оқисыз ба ағай? 1 килобайт неше байттан тұрады? Еңлік маған түскенде ғой деп ойлап тұрған шығар ішінен. Информаттар. 1 килобайт неше байттан тұрады? 10 секунд қалыпты. Ойлана ғой.
Уақыт аяқталды. 1024. Сіз таңдау пәніңіз қандай? Геомат. Әттен инфомат болғанда Білетін еді. дұрыс жауап берілмеді. Сол ғой. 1024 байт деп. Өте оңай сұрақтан қалай қателесуге болады? Не істейміз? Көрейік енді. Мүмкін дұрыс жауап шығар. Әрине дұрыс жауап. Аяқжан, жарайсыз. 1024 байт сізге 10 ұпайды алып келді. Келесі, Жан. Ондар ғана қалды. Барлығынан Саңдар сөйлейді деген басқасында 10 бар, және инновацияда 20 бар. Инновацияда 10-20, қалғандарында 10-нан. Инновация 20 көрейік. Инновация 20. Нар тәуекел. QR-кодты алғаш ойлап тапқан ел. QR-кодты алғаш ойлап тапқан ел қандай екен? Қазір бірге білетін боламыз. Уақыт бізде аяқталды. Жан, жауабың? Менің жауабым ақш болсын. ақш. QR деп атайып тұр ғой. Қазақ Репаблик деп. Қалай қателесуге болады? QR деген атау осы Қазақстан Республикасы дегеннен шыққан ғой, Жан. Жан. Сонымен Жан деп тұрғаныңыз бір қызық естіледі екен. Сен айта берші. Сонымен Жанның жауабы дұрыс па, бұрыс па? Білейік. Жан, бұл жауап не ақш емес, не Қазақстан емес, бұл Жапония. Жапонияға барып саяхаттау жасын, ең көп QR-кодтарды көресін деген үміттемін, және жол жөнекей біздің Гүлнафисті Токиоға алып кетуді ұмытпай, Ал келесі кезек Ұлжарқын. Тарих тағылымы 10. Тарих тағылымы 10. Мен оқиын, Қойыңыз, тарихшысыз ғой. 10-шы ғасырдың аяғы мен 11-ші ғасырдың басында Тараз қаласы қай мемлекеттің астанасы болды? 10-шы ғасырдың аяғы, 11-ші ғасырдың басы. Қалай ойлайсыз? Қиын сұрақ па, оңай сұрақ па? Өте оңай сұрақ. Деп ойлап тұрсың. Уақыт аяқталды. Ұлжарқын, жауабыңыз? Жауабыңыз Ұлжарқын естілмейді. Менің жауабым Қарахан. Қарахан. 942, 1212 жылдары өмір сүрген Қарахан мемлекет. Жауап қабылданды. Болды. Артқа шегінер жолы жоқ, Ұлжарқын, жаным ау. Уақыт бітіп қалды. Қараханның астанасы Баласағын сияқты еді. Мен оқитын оқулықтарда, мен үйрететін оқулықтарда. Бірақ Ұлжарқын Тараз дейді. Сонымен жауап дұрыс. Дәл осы уақытта астанасы Тараз болған еді. Бірақ оның бір кездері Баласағында астанасы болған. Жарайсың Ұлжарқын, 10 ұпайды өз еншіңе байладың. Ары қарай бізде мұхит жалғастырады. Мұхит. Ғылым білім 10. Ғылым білім 10. Білім 10 дейді. Адам ағзасындағы ең ауыр орган қандай? Адам ағзасындағы ең ауыр орган. Мүше қандай? 10 секундың бар. Ойлана ғой. Уақыт аяқталды. Тері. Тері дейді. Тері? Орган. Ең ауыр. Жеңіл сияқты дейсің. Әркімдік әртүрлі шығар, енді. Мен білмеймін. Қызық сұрақ. Бірақ бір жерден естіген сияқтымын. Не естідіңіз? Білмеймін. Биологтар бар ма арамызда? Ең ауыр. Мүмкін ол ми шығар. Көп деген ақпараттар көтеріп жүреді.
жүрек шығар. Қан, неше түрлі қан келіп айналады ғой. Көптеген сезімдерді, эмоцияларды көтереді, ауыр сөздерді көтереді жүрек. Соны айтамын. Сонымен Жауап қате болды. бауыр екен, бауыр. Жақсы біліп жүреміз бәріміз бірге. Ал кезек бізде Алмаста. Алмас. Жер беті жұмбақтары 10. Жер беті жұмбақтары 10. Әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара қай елдер арасында орналасқан? Ең ұзын құрлықтық шекара. Бағана арамызда география таңдаған оқушылар көп болды. Өмір деген сондай ғой. Географтарға информатиканы сұрағын береді, тарихшыларға географияны сұрағын береді. Сөйтіп тұрғанда уақыт бітіп Уақытта өтіп қалды. кетеді. Иә. Сонымен жауап Қазақстан мен Ресей. Қазақстан мен Ресей. Алмаздың жауабы Қазақстан мен Ресей деп ойлайды екен. Біздің Ресеймен шекарамыз ең ұзын шекара ма? Онда басқа жерде жоқ па? Құрлықта ең ұзын шекара. Анау мұхитпен шекаралас екен ғой. Мұхитпен бізде құрлықтық шекараны сұрап тұр. Сонымен жауап дұрыс. Алмаз 10 ұпайды жеңді. Бізде Арман қалды. Қандай Арман. қалған айтасыз ба? Инновация мен мәдениеттен 10-10-нан қалды. Инновация 10. Инновация 10. Ең алғашқы қолдан спутник қай елде жасалды? Ең алғашқы спутник Әчу Арманды бүгін кілең ғарышпен, аспанмен қинай берді. Бірақ бірінші тұрды. Дұрыс жауап берді. Дұрыс жауап берді. Тағы да мүмкін дұрыс жауап берер. Ең алғашқы қолдан жасалған спутник. Ең алғашқы жасанды КСРО жерсерік. деймін. Ау? КСРО. КСРО? КСРО. Жауабы КСРО дейді. Қай елде жасалған? КСРО-да. Кеңес одағында дейді. Мана бір оқушы күшті бір жауап берген еді ғой. Мына жақтан бір. Қайсы? Жапония деп айтудың орнына не деп жауап берген еді? ақш деп. Иә. Мен де солай ойлағам, ақш деп. ақш пекен, КСРО мекен? Кім бірінші? Осы Екеуі таласады ғой. Иә, қырғи-қабақ соғыс кезеңінде кім бірінші жасанды спутникті жасаған екен? Сонымен Білейік. Арманның жауабы КСРО. Жауап дұрыс. Кеңес одағы кез келген сіздерде ғарышқа қатысты, астрономияға қатысты сұрақтар болса, Арманға хабарласыңыздар. Бүгіннен бастап Арманның осындай сұрақтар бойынша менеджермін бар болғаны бізге 500 теңге жауап жіберсеңіздер, кез келген сұраққа жауап береміз. 500 теңге арзан емес па ғой? Енді болады да. Миллионға таласып жатыр ғой? Солай екен ғой, иә. Енді Бізде бастамасы ғой, кейін клиент көбейгенде көтереміз. еңлік Соңғы сұрақ қалды. соңғы сұрақ қай ашық таңдайсың деп айтсам қателік шығар, иә? Айтсыншы. Мақұл. Айта ғой. Қай ашық таңдайсың? Мәдениеттен 10. Мәссаған, қиын таңдау. Қаншама сұрақтың арасынан. Ендеше сұрақты оқиық. Қазақ киіз үйінің уық саны неге байланысты өзгереді және оның мағынасы қандай? Иә. Киіз үйдің уық саны неге байланысты өзгереді және оның мағынасы қандай екен? Уақыт бізде аяқталып қалды. Еңлік, жауабың? Жыл мезгілдеріне андай қоныстанған кезде, может, сол кезде. Қоныстанған кезде жыл мезгіліне байланысты киіз үйдің уықтары өзгеріп отырады дейсіз, иә? Сонда уықтың мағынасы жыл мезгілдеріне байланысты деп ойлайды екен, иә? Жазда? Жазда қандай болады сонда? Ыстық болса не істейміз? Уықтарын ашып тастаймыз ба? Ашып тастаймыз. Кең, ыстықта кең, салқын болған дұрыс. Ал қыста жылы болсын деп бір-бірімізге жақын отырамыз, жылытамыз. Кішіріп тастаймыз ба? Иә, кішіріп тастаймыз. Ал дұрыс жауап екен, жыл мезгіліне байланысты мекен? Көрейік. Көрейік. Бұл бізде қате жауап болды. Дұрыс жауабы
отбасы ауқатты, әлеуметтік жағдайы жақсы, көп байлығы бар деген молшылықты білдіреді екен. Логикалық тұрғыда деп ойлаймын. Мысалға, адамның қаншалықты адам бай болады, көп бөлмелі үйде тұрады, тіпті пентхаустарда, виллаларда тұрады деген сияқты ғой. Тура солай уықтар да бұрынғы қазақтың жүйесі де соған байланысты болған екен. Сонымен бүгін бізде еңлік 24-ші сұраққа жауап беріп, 24 ұяшықтың барлығын аяқтадық. 12 қатысушы 24 сұраққа таным көкжиегін көрсетіп, жан жақты ойланып жауап бере алды. Сондықтан да өздеріңізге бір қошемет ұрып қойсаңыздар, финалға жеткендер де бар, жетпегендер де бар. Ал 12 қатысушы бүгінгі күннің нағыз жеңімпаздары, нәтижеге қарамастан. Сонымен екінші кезеңді қорытындылайық. Сонда менің қанымның құрамындағы темірден бір шеге жасауға бола ма? Жарайды. Бұл сұрақтар мен үшін тым қиын, ал қатысушылар үшін қалай болды екен? Ұпайлар сүресін. Қазір мен ұпайларды киіму ретімен айтатын боламын. Сонымен Гүлнафиста 130 балл, Нұрдоста 130 балл, Арманда 120 балл, Жалғаста 120 балл, Серқали еңлік 100 балл, Аяжан 90 балл, Ұлжарқын 80 балл, Алмаз 80 балл, Әбдірахман 80 балл, Жанда 70 балл, Мұхитта 70 балл, Файзулина еңлік 60 балл. Ұпайсанмен таныс болсақ, соңғы кезеңге өтейік, қатысушыларға сәттілік. Сонымен екінші кезең де аяқталды. Екінші кезеңнің нәтижесі бойынша бізде алда келе жатқан Гүлнафис. Гүлнафис, 130 ұпаймен алға шауып келе жатырсың. Көңіл-күй қалай? Әрине өте қуаныштымын. Өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Соңына дейін түсіп қалмауға тырысатын боламын. Бүгін жеңімпаз болатыныңа сенімдісің. Үмітім бар. Үмітің бар. Үмітің ендеше алдамасын сені, соңына дейін сенімен бірге болсын. Менің жанымда тұрған Мұхитқа да сұрақ қойым келіп тұр. Мұхит, көңіл-күй қалай? Жақсы. Екінші кезең сен үшін оңай болмады. Иә. Қиындау болды. Қай сұрақтар саған қиын болды? Өзім жауап бере алмай қалған екі сұрақ. Екі сұрақта қиын болды ма сен үшін? Иә. Мен шын айтайын. Шеге деген мүлдем естімеппін. Ал тері дегенде ол ең үлкен орган деп шатасып кеттім. Иә, бұл жерде ең ауыр органды сұрады, көлемін емес. Жарайды. Мұхит, бірақ сен ешқандай да уайымдама. Әлі бізде шешуші кезең бар. Шешуші кезеңде барлығы өзгеріп кетуі мүмкін. Әлі де барлығы өз қолыңда. Мүмкін 1 миллион теңгенмен иесі өзің боласың. Мүмкін жеңімпаз сен боласың. Сондықтан да соңына дейін Гүлнафис сияқты үміттену керек деп ойлаймын. Ағай, енді маған басқа оқушылардың да эмоциясы маңызды болып тұр. Шаршап қалмадыңдар ма? Шапалақпен бір эмоция көрсетсеңдер. Әйтпесе үндемей тұрсыңдар, шаршап қалды ма, мүмкін үйге қайтамыз ба, ертең жалғастырамыз ба деп ойлап тұрмын бар ғой. Эфир тоқтатып. Енді дәл қазір бізде үшінші кезең басталады. Және де ең қызықты кезең деп айтатын едім. Себебі дәл қазір сәл-пәл болса да көңілімізді көтеріп, өзіміздің сүйікті мұғалімдерімізді көруге мүмкіндігіміз бар. Демек, бұл кезеңде 140-дағы сүйікті мұғалімдерің видео форматта сендерге сұрақтарын жолдайды. Дұрыс жауап үшін 50 балл беріледі. Бірақ сұрақтар пәнге емес, яғни орыс тілі, биология, химия деген пәндерден қойылмайды. Олар сендердің таным көкжиектеріңді дәлелдеуге бағытталған. Ойлануға біз қанша уақыт береміз, ағай? 30 секунд береміз. Ал өзінің мұғалімдерін көруге кім дайын? Қай мұғалімді көргісі келеді? Айтайық, давайте. Қай мұғалімнен сұрақ келеді деп ойлайсыздар? Қай мұғалімнен сұрақ күтіп тұрсыздар? Нұрдос, кімнен күтіп тұрсың? Бақтияр ағай мен Ардақ ағай деді. Ардақ деді ме? Ардақ ағай. Ардақ ағай Таңдау пәндер. Геодыжы таңдаған бізден Нұрдос. Ендеше Нұрдостың арманын орындап, алғашқы сұрақты біз Гүлнафиске қоямыз. Ал Гүлнафиске сұрақ қоятын Нұрдостың география ағайы Бақтияр ағай. Экранға назар аударыңыз. 2010 жылы
Чилиде шахтада қалып қойған 33 адамды құтқару кезінде бұл заттың көмегі үлкен рөл атқарды. Бұл заттың ең алғашқы үлгісін 1854 жылы Элиша Оттис ойлап тапқан. Ол зат күніне 325 миллион рет қолданады. Бұл не? Уақыт кетті. 30 секунд. Өте қызықты сұрақ. Уақыт кетті. Ойланайық. Андай мәтіндік версиясы берілмейді, иә? 2010 жылы Чилиде шахтада қалып қойған 33 адамды құтқару кезінде бұл заттың көмегі үлкен рөл атқарды. Алғаш үлгісін 1854 жылы Элиша Оттис ойлап тапқан. Күніне 325 миллион рет қолданылады дейді Бақтияр ағай. Уақыт аяқталды. Сонымен Бақтияр ағайдың сұрағына Гүлнәфистің жауабы қандай? Гүлнәфис, уақыт аяқталды. Білмеймін, так, мүмкін фонарик. Фонарик? Иә. Яғни қолшам, иә? Қолшам, фонарик деген жауапты бердім. Дұрыс жауапты Бақтияр ағайдың өзінен сұрайық. Өзінен естейік. Жауабы лифт. Өкінішке орай ешқандай да қолшам емес, жауабы лифт екен, иә? Келесі бізде сұрақты алатын Нұрдос. Саған өте ерекше адамнан сұрақ келеді. Бәріңе хай, сендермен Абай ағай. Абай ағай қандай сұрақ қояды екен? Көрейік. Бартыңызға хай, менен сіздерге сұрақ. Бұл заттың алғашқысы 1863 жылы Лондонда қолданылған болатын. Қазір 200-ге жуық қалада қолданылып келе жатыр. Және бұл затты қолдануға арнайы карталар, жолдар және электронды жүйелер бар. Бұл не зат? Уақыт кетті. 30 секунд. Бұл затты алғаш рет 1863 жылы Лондонда ашады. Қазір әлемде 200-ден аса қалада бар. Бұл затты пайдалануға арнайы карталар бар екен, жолдар және де электронды жүйелер қолданылады. Бұл не? 10 секундтың қалды. Терең ойланып жатыр. Бітті. Жауап? Менің ойымша метрополитен болу керек. Яғни метро. Метрополитен, метро деген жауап берілді. Сонымен Абай ағайдың сұрағына Нұрдос дұрыс жауап берді ме екен? Бұл метро. Жарайсың. 50 балл. Құтты болсын. Құтты болсын. Әлемдегі ең алғашқы метро 1863 жылы 10 қаңтарда Лондон қаласында іске қосылған және әлемнің 204 қаласы 63 мемлекетінде метро қолданылады екен. Жарайсыздар, керемет. Келесі кезек бізде Арманда. Арман. Ғарыш туралы сұрақ келсе қызық болатын еді. Астрономия туралы. Ал Арманға сұрақ қоятын Бексұлтан ағай, дүниежүзі тарих пәнінің мұғалімі. Орташа есеппен алғанда адам өмірінің 23 жылы осы іспен айналысуға, ал қалған 7 жылы соған дайындалуға кетеді. Бұл процестің жеткіліксіздігі адам өмірінде иммунитеттің төмендеуі мен көңіл-күйдің түсуіне алып келеді. Бұл не? Бексұлтан ағайға сұраққа рахмет, ал бізде уақыт кетті. 23 жылын жұмсайды дейді адамдар. Басынан қой бересіз ба? Орташа алғанда адам өмірінің 23 жылын осы іспен айналысуға жұмсайды. Ал оған дайындалу үшін 7 жыл кетеді қосымша. Бұл процесс сізде жеткіліксіз болса, адамның иммунитеті мен көңіл күйі не әсер етеді екен? Уақыт бізде аяқталды. Арман, жауабың? Мүмкін тамақ үшін шығар. Тамақ үшін, иә? Яғни сіздің ойыңызша тамақты ішуге 23 жылын жұмсайды, ал тамаққа дайындалу үшін 7 жыл жұмсайды.
Сонымен Бексұлтан ағайдың ойындағы жауапты Арман берді ме, әлде ғарышқа Арман ұшып кете ма? Ұшып кетті ме? Көрейік. Бұл сұрақтың жауабы ұйқы. Ойлаңыздаршы. Өкінішке орай қате жауап, бірақ Арман уайымдама. Сен қаншама ғарыш туралы сұрақты Мүдірмей жауап бердің ғой. Олдан биология сұрауға болмайды ғой. Ұйқы, тамақ, не керегі бар? Ғарышты білетін бала ғой. Ғарышты білетін бар. Адам жалпы орта есеппен бізде 70 жыл өмір сүрсе, соның 3-тен 1-ін ұйықтауға жұмсайды, яғни 23 жылдай. Ал адам 7,5 немесе 8 сағат ұйықтамасаңыздар, ағзамызға кері әсер береді екен. Қазір енді ұбт-ға дайындық деп бұл норманы орындамай жүргендер бар болуы мүмкін. Жалғас. Бірақ бұл қате. Жалғас қанша уақыт ұйықтайды екен? Жалғас қанша уақыт ұйықтайды екен? 7 сағат. 2 сағат? 7. 7 сағат. 7 сағат. 7,5-8 сағат ұйықтау керек. Негізі нормально ұйықтайды екен. Ал Жалғас, саған сұрақ қоятын бізде құқық пәнінің ағайы, біздің Әділет ағай. Назар экранда. Бұл жануардың 3 жүрегі, 9 миы бар, қаны көк түсті. Бұл жануар теңіз тіршілік иелерінің ең ақылларының бірі. Бұл қай жануар? Міне, Бірден жауап беруге бола ма? Бірден жауап беруге? Ойланбайсың ба? Жоқ. Қабылдаймыз ба жауапты? Өзі білсін. Болды, айта қой ал. Бұл бізде 8 аяқ. 8 аяқ. Осьминог. 8 аяқ. Анау. In Russian, осьминог. Да. In English? Мен осьминог деп еркелететін. 8 аяқ. 8 аяқтың жүрегі 3, миы 9, қаны көк түсті. Қанынан көкшеге жасайсың. Иә. Сонымен жауап көрейік. Әділет ағай. Жауабы 8 аяқ. Жарайсың. Ойланбастан бірден жауап берді. Тамаша. Жалғасқа Әділет ағайдың сұрағы 50 бала келді. Енді ол Әділет ағай сіз үшін ең сүйікті мұғалім шығар, Енді Серікқали еңілік дәл осы темпта жалғастырып кетсе, 50 балды қанжығасына байлап алса жақсы болатын еді. Ал оған сұрақ қоятын бізде әдебиеттің тоғжаны. Бұл зат француз тілінде сөз айтылған уәде деген мағынаны береді. 2021 жылы дерек бойынша бір адамда бұл заттың 100 түрі бар. Егер қате қолданса, үлкен зардап әкелуі мүмкін. Бұл қандай сөз? Француз тілінен шыққан және бұл сөз айтылған уәде деген мағынаны білдіреді. 2021 жылғы дерек бойынша бір адамда 100 түрі бар, бұл зат. Әсем қанымда 100 түрі бар, менде 100 түрі бар. Қате қолданылса, бірақ үлкен зардап болуы мүмкін. Әдебиеттің тоғжаны Абайдың емес, не сөзді жасырған екен? Еңлік. Ендеше жауапты айтсақ. Еңліктен білетін боламыз. Еңлік. Жауабыма өте сенімсіз тұрмын, бірақ бәлкім бұл айта ғой. Келісім шығар деп ойлаймын. Келісім деп ойлаймын. Бір адамда бұл заттың 100 түрі болады. Сізде 100 түрі бар келісімнің. Масқара. 100 адаммен келісіп жүрсіз ба? Неге келісіп жүрмін десейші? Білмеймін, бірақ оны білетін әдебиеттің Тоғжан апайы. Бұл сұрақтың жауабы құпия сөз немесе пароль. Өте оңай. Пароль сөзі француз тіліндегі пароль сөз деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз латынның парабола сөзінен шыққан. Ол өз кезегінде грек тіліндегі парабол, притча деген мағынаны білдіреді. Нордпаск компаниясының есептеуі бойынша 2019 жылы әр адамда 70-80 құпия сөз болса, ал кейін оның саны 2021 жылы 100-ге өскен екен. Ағай, көп білесіз, ә? Көп оқимын, көп білем. Мен де оқимын. Сіздікте көрейік қазір. Қазір Аяжан қаншалықты оқитынын көреміз. Ау. Аяжан, бізге Аяжанға сұрақ қоятын кім екен? Құралай көз қилаша. Оққаныңызды қайтын, ән білмейсіз ғой? Ән білмейді екем. Құралай апайдың сұрағын тыңдайық одан да. Ән айтпай қойыңыз сіз. Жарайды. Сәлем қатысушылар, менің сіздерге сұрағым,
Бұл жерге 7 миллионнан астам туристер жыл сайын келеді. Және бұл құрылыстың биіктігі 300 метр. Және бір кездері бұл құрылыс ең биік құрылыстардың бірі болған. Бұның жауабы қандай? Уақыт бізде кетті. Негізі логикалық тұрғыда өте оңай сұрақ. Біреуге қиын, біреуге оңай енді. Жылына 7 миллион турист барады деді. Сіз бардыңыз бұл жаққа? Білмеймін ғой жауабын. Одан кейін айтайын, жауап білгеннен кейін. 300 метр биіктік. Деп тұрсақ, уақыт қалыпты. Кеттік ал. Менің ойымша бұл Хеопс пирамидасы. Аяжан Хеопс пирамидасы деп ойлайды. Мен Хеопс пирамидасында болмағам. Мен де болмағам. Сол үшін биіктігінде білмеймін, қаншадан барғанда білмеймін. Ендеше, дұрыс жауапты көреміз бе? Құралай апай? Жауабы Париждегі Эйфель мұнарасы. Қате жауап. Асимпай, сіз Эйфель мұнарасы туралы не білесіз? Тек үйленуге ұсыныс жасайтын білем. Тек үйленуге ұсыныс жасайтын білесіз бе? Иә. Ал онда мен сізге қосымша бір ақпараттарды айтайын, сіз біліп жүріңіз. Біліп алайын ал, тыңдайын. 1889 жылы салынған кезде бұл мұнара әлемдегі ең биік құрылыс болып саналған. Бұл атақты ең биік мұнара деген атақты ол 1930 жылға дейін сақтаған болатын. Жылына 7 миллион адам барса, күніне шамамен 20 мың адам барады екен. Осылай. Ал бізге келесі сұраққа жауап беретін Ол жарқынға сұрақ қоятын алдыңғы жылы 140 балл иегерін дайындаған біздің қыныны ағайымыз. Құлақмет Бұл құрылғыны 1989 жылы ағылшын ғалымы Тим Бернерс-Ли ойлап тапты. Ең алғашында бұл тек қана мәтін түрінде жарық көрді, ал қазіргі таңда жер шарының 5-3 миллиард адамы осы құрылғыны қолданады екен. Бұл не? Ал керек болса. Ол жарқын. Ойланайық, уақыт кетті бізде. Тим Бернерс-Ли ойлап тапқан. Басында тек алғашқы нұсқасында тек мәтін болған. Қазір бірақ 5,3 миллиард адам қолданатын басты технологиялық құрал екен. Қызық. Өте қызық. Уақыт бізде аяқталған екен. Жауапты естісек. Менің жауабым 3W жасаған Тим Бернерс-Ли. Жалпы. 3W? Иә. Қабылдайық жауапты. Яғни 3W деп ойлайсыз, иә? Иә. Сонымен, дұрыс жауабын Нұрдәулет ағайдан естейік. Бұл сұрақтың жауабы интернет. Интернет. Ай, негізі сәл жақындап бастаған еді. Иә, жақындап бастаған еді. Яғни Тим Бернерс-Ли алғашқы веб-сайтты жасаған кезде тек жаңа технологияның анықтамасы болған екен, иә? Ал 2022 жылғы дерек бойынша 5,3 миллиард адам қолданады екен. Ал келесі сұрақты тез тыңдап кетсек, бізде Алмасқа қойылады бұл сұрақ, және де бұл сұрақты қоятын бізде Рахат ағай. Бәріне сәлем, менің сіздерге дайындап келген сұрағым. Бұл құрылғыны алғаш рет 1968 жылы Дуглас Энгельбарт ойлап тапқан. Бірақ ол кеңінен таралуы үшін оны 1983 жылы Apple компаниясы өз компьютерлеріне қоса бастауы қажет еді. Бұл не? Рахат ағайдың сұрағына уақыт кетті. Алмас, ойланайық. Жауап күтеміз. Сұрақ оқысаңыздар. Бұл құрылғыны алғаш 1968 жылы Дуглас Энгельбарт ойлап тапқан. Бірақ ол кең таралу үшін Apple компаниясы оны 1983 жылы өзінің компьютеріне қоса бастауы қажет болды. Бұл не? Ол бір зат.
Уақыт бізде аяқталған екен. Жауабыңыз? Бір зат, иә. Жауап? Экран. Яғни экран. Экран. Жауап нақты емес. Экран. Рахат ағайды тыңдайық. Рахат ағай, не дейсіз? Жауабы компьютерлік тышқан немесе мышка. Яғни тінтуір, иә? Қарапайым түрде қолданатын. 1968 жылы 9 желтоқсанда Сан-Францискода өткен компьютерлік конференцияда Дуглас Энгельбарт алғаш рет компьютерлік тышқанды көпшілікке таныстырған. Ал 83 жылы Apple компаниясы Lisa деген компьютермен бірге бір матырмалы тышқанды ұсынған болатын. Содан бастап танымал болған екен. Келесі бізде сұраққа жауап беретін Абдрахман, оған сұрақ қоятын бізде Сламбек ағай. Сламбек ағай. Қандай сұрақ қояды екен? Кеттік. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Қоятын сұрағым, бұл нәрсені қазақстандық Шакен Ниязбеков ойлап тапқан. Және де сол нәрсе үшін 1961 жылы Чехословакияда алтын глобус ұтып алған. Ол нәрсенің бірінші түрі бар. Және де жасырылған нәрсеміз инфрақызыл сәуле арқылы жұмыс жасайды. Ол не? Ағайдың шығуы сәл бір креативнылы болды. Дәл сондай жауапты күтеміз. Креативтілеу, сондай бір қиындау, қызықтау. Тағы не бар, не айтамыз? Рентген. Уақыт кетіп жатыр. Дайынсыз ба? Уже дайын ба? Дайын. Жауабы. Дайын, сонымен. Жауап? Жауап? Дайынмын деп айттыңыз ғой. Уақыт бітіп қалды ма? Жауап естейміз дегенше. Иә. Сонымен жауап. Жауап. Қазақ ойлап тапқан екен. Жауабын айтсаңыз, уақыт кетіп қалды, уже өтіп кетті. Рентген. Рентген. Білмейді екем? Рентген. Рентген? Рентген дейсіз бе? Неге мәз болдыңыз Асламбек ағайды көрген кезде? Мен физика ғой. Өзіңіз физика таңдағандықтан, өз ағайыңызды көрген кезде мәз болдыңыз. Сонымен бізде сұраққа жауап берген Әбдірахман, ал сұрақты қойған өзінің Сламбек ағайы шәкіртіне көмектесті мекен, әлде 1 миллионға? Ол нәрсенің жауабы пульт. Өкінішті. Жарайды, енді ештеңе етпес. Бірақ біздің Әбдірахман бүгінгі ағайдың сұрағына жауап бермесе де, басқа ағайдың физикадан сабақтарында кез келген сұрағына жауап бере алатынына сендіміз. Енді Ажар апай бізде сұрақ қояды екен. Жанға. Ажар апайдың, мисс Ажардың сұрағын тыңдайық. 1969 жылы бұл оқиғаны тікелей эфирден 600 миллионнан астам адам тамашалады. Ол оқиғаның атақты сөзі That's one small step for man, one giant leap for mankind болды. Және ол оқиғаның атауы жарықтың және күннің құдайының атына қойылған. Ол қандай оқиға? Вау! Не деген әдемі апайдан әдем сұрақ кетті. Бізде уақытта кетіп бастады. Жан, ойлана ғой. Сұрақты оқи бересіз. Сұрақты оқисыз ба, дейсіз ба, бізді бір қинайын дедің ау. 1969 жылы болған бұл оқиғаны 600 миллионнан астам адам тікелей эфирде тамашалады. Ол оқиғаның атақты сөзі That's one small step for man, one, не деді сосын? Giant leap for mankind деді вроде. Солай естідік. Бұл оқиғаға жарық пен күн құдайы аты берілген. Яғни бұл әлемдік төңкеріс болған нәрсе болған. Бір оқиға, маңызды оқиға. Деп тұрғанда уақыт бітіп қалыпты. Сонымен Оқиғаның аты күн құдайымен аталды деді. Біз оқиғаның атын сұрап тұр, иә? Бұл қандай оқиға, не болған? Күн құдай деген болса радимді, былай ғарыштағы жетістік. Ғарыштағы жетістік деп ойлайсыз ба? Нақты соңғы жауабыңыз ба? Солай айтайын, иә. Ғарыштағы жетістік. Ғарыштағы жетістік. Күн құдайы мен жарықтың атына берілген. Біздің тілімізді күрмелетіп, қайталап қоюды сұраған
ағылшын деңгейімізді көрсетіп қойған Ажар апайдың жауабын көрейік. Бұл оқиға айға қону. Айға қону. Сәл жақын болды, бірақ та нақтылық қажет болды. Ғарыштағы қай жетістік екенін айту жетіспеді. Бұл Марсқа қону ма, айға қону ма, барлығы тікелей эфирде қарап отырған нақты оқиға бұл болды. Айға қону еді. Кішкене дәлдік жетіспеді. Келесі бізде Жанар апай кімге сұрақ қояды екен? Мұхит, Жанар апайдың сұрағын қабылдау. Бұл металл адам ағзасында ең көп кездеседі. Ол қанның құрамындағы арнайы ақуызбен байланысып, оттегіні тасымалдайды. Оның жетіспеушілігі қазіргі таңда әлем бойынша 1,6 миллиард адамда ауру тудырады. Бұл қандай металл? Охо, не деген қызықты сұрақ болды. Қайталайсыздар ма? Қайталай ма? Бұл металл адам ағзасында ең көп кездеседі. Ол қанның құрамындағы арнайы ақуызбен байланысып, оттегіні тасымалдайды. Оның жетіспеушілігі әлем бойынша 1,6 миллиард адамда ауру тудырған. Бұл не? 10 секунд қалды. Уақыт бізде аяқталып қалды. Жауап? Бағанағы сұрағына келетіндей ма, білмеймін әйтеуір. Бағанағы сұраққа ұқсас. Темір болсын. Темір ма нақты жауабыңыз? Болсын. Болсын. Сонымен сөз кезегі Жанар апайда. Жауабы бұл металл темір. Темір. Жанар апайдың сұрағына дұрыс жауап берді. Енді білет қанша шеге жасауға болатынын, және де қанша адам осы элементтің жетіспеушілігінен ауыратынын білетін болды. Металл танушы ғалым болды ғой. Так, бізде соңғы еңлік қалды. Еңлікке Олжас ағай сұрақ қоям дейді. Математика мұғалімі Олжас ағай. Қандай сұрақ дайындады екен? Бұл сәнді бұйымды ең алғаш Франция әскерінің құрамында болған хорваттар таққан. Европалықтар бұл бұйымды кроват деп атайды. Ресейге бұл бұйымды ең алғаш Петр I әкелген болатын, ал оны ұнатпаған дворяндар бұл бұйымды жылан деп атап кеткен. Бұл қандай бұйым? Вау, ерекше сұрақ. Сұрақ бізде кетті. Қайталау? Бұл сәнді бұйымды 1635 жылы француз армиясының құрамында болған хорват әскері таққан. Еуропалықтарға алғаш рет кроват деген атаумен танылған. Ресейге Петр I әкелді. Ол бұйымды жақтырмаған дворяндар оны жылан деп атаған. Ол не? Жылан. Жылан. Еще ол сәндік бұйым дейді. Білмеймін. Уақыт бізде аяқталды. Жауап қабылдайық. Қандай жауап? Еңлік. Сөз кезегі өзінде. Шапка шығар. Шапка. Бірінші Петр деген. Жылан деп атаған. Кроват деген деген сөз. Олжас ағай, не жасырған екен көрейік? Бұның жауабы галстук. Галстук, мінекей жылан көз алдарыңызда тұр. Жылан тағып алдым. Осымен бұл қате жауап болды. Ағайларыңның сұрақтары ұнады ма? Апайларың, ағайларың сендер үшін логикалық, барынша жеңіл де емес, қиын да емес сұрақтарды дайындаған екен. Қалай болды? Қай мұғалімнің сұрағы ұнады? Қай мұғалімнің сұрағы ең қызық болды? Айта. Қарап тұрғы, айтайыншы деп. Түрі айтайыншы апай деп тұрғы. Әрине, тарих пән мұғалімі Абай ағайдың сұрағы маған қатты ұнады. Өйткені ол сұрақ маған 50 балл алып келді. 50 балл берді. Конечно, маған да ұнайтын еді ондай сұрақ. Жалғас саған қай сұрақ ұнады? Әділет ағайдың сұрағы. Әділет ағайдың сұрағы. Дұрыс жауап келген үшін. Өйткені оңай болды өткен. Ал бізге ең алыстан келген қатысушы, Оралдан келген еңлікке қай сұрақ ұнады екен? Сол өзіме қойған сұрақ ұнады, себебі әрі қызықты, әрі танымдық, және тілге байланысты болғандықтан. Түсінікті. Жақсы, керемет. 12 мұғалімнің сұрағы қойылды, ал ол сұрақтарға 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болған біздің 12 финалистіміз
жауап берді. Осымен үшінші кезең де аяқталды. Сонымен көптен күткен сәтте келді. Сайысымыздың барлық кезеңдері аяқталды. Барлық сұрақтар қойылды, барлық жауаптар алынды. Ендігі кезекте тек ұпай сандарын қосып, жеңімпазды анықтау ғана қалды. Естеріңізге сала кетейік, үшінші орынға 250 мың теңге, екінші орынға 500 мың теңге, ал бірінші орынға 1 миллион теңге берілетін болады. Сонымен 140 білім беру орталығының ең ақылды оқушылар кімдер екен, бірге білейік. Сөз кезегі Әсемай мен Ақылжан ағайда. Рахмет, Ильяс, осымен тартысқа толы 3 кезеңді де артқа тастадық. Барынша пайдалы, қызықты болды деген ойдамын. Я, расымен де ойын тартысты өтті. Жеңімпаздың есімі белгілі, бірақ та әлі біз жарияламадық. Дегенмен де көрермендер кімге жанкүйерлік танытып жатыр екен? Көрермендердің ойынша кім жеңімпаз екенін бір қарап өтейік. Мына жақта Алматы мен Астана оффлайнның қолдаушылары өте көп екен. Я, біреуі Арман десе, біреу Гүлнафис деп дес берер емес. Жан деп өліп бара жатыр. Жан деп жазып жатқандар, я, өте көп екен. Сосын мен байқап тұрмын, мына жерде бізде 2 еңлік болғасын ба, еңліктердің қолдаушылары біраз екен енді. Мұхитқа сеніп отырған қаншама адам бар. Жалғасқа да сенген адамдардың саны баршылық екен. Аяжан, Ұлжарқын, Алмаз деп әрбір біздің бүгінгі финалистіміздің есімін қалдырмай, барынша достары, бірге оқып жүрген 140-тықтар барынша қолдауда. Керемет қолдау үшін жанкүйерлерге рахмет деп бір қол шапалақтап қойсақ. Шынымен өте керемет қолдаулар кетіп жатыр. Енді көп сөз байық. Я. Дәл қазір бізде марапаттау рәсімін бастайық. Ендеше кет. 9 ай бойы әр жақтан жиналып, Алматының төбінде осындай өз білімдері мен біліктіліктерін бәсекеге салып, үздіктерден үздік болып шыққан тұлғаларды анықтайтын боламыз. Я, осы уақытқа дейін өз ағымының жеңімпаздары болған қаншама оқушының арасынан таңдалып алынған финалистер нәтижеге қарамастан керемет марапаттарға лайық. Сондықтан да бүгінгі OIQ жобасының финалистерін марапаттауға көшеміз. Қатысқандарыңыз үшін, өздеріңіздің бақтарыңызды сынағандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де сіздерге арналған кішігірім сыйлықтарымыз да бар екенін жасырмаймыз. Алғашқы финалистіміз OIQ зияткерлік жобасына қатысып, ерекше көзге түскен үшін Жамалдин Аяжан марапатталады. Құтты болсын, Аяжан, жарайсың. Мұна біздің атымыздан естелік сыйлық. Тамаша, Аяжанды қолдап қояйық. Тұра қойсаңыз осы жаққа. Келесі финалистіміз Әділханұлы Нұрдос марапатталады. Жарайсың, Нұрдос. Керемет ойы. Біздің атымыздан сыйлық. Келесі финалистіміздің есімі Серқали Еңлік. Жарайсың, Еңлік. Жолдың алыстығына қарамай келген сыйлығыңыз. Келесі Бір-бірімізді қолдап отырайық, қошеметтеп, қанекей. Файзулина Еңлік марапатталады. OIQ жобасының финалисті. Құттықтаймыз. Құттықтаймын. Сыйлығыңыз. Дәл осындай мәтінде тағы бір финалистіміз Тазабеков Жан марапатталады. Құтты болсын, Жан. Марапатың. Сыйлығың. Орны бара ғой. Керемет. Кезекті біздің керемет финалистіміз Жақсылық Ұлжарқын марапатталады. Жарайсың, Ұлжарқын. Керемет нәтиже. Финалистерімізге қошеметтеріңіз. Ал енді тағы пауза. Ал енді 10 қапталды бітірдік. Дәл солай сол қапталдағы финалистерімізді марапаттауды жалғастырайық. Біздің өздері білімді, өздері әдемі, өздері жан-жақты финалистеріміз. Кезекті финалистіміз Айтқазин Мұхит марапатталады. Мұхит, келе ғой. Біздің темір танушы. Темір танушы ғалым. Кезекті финалистіміз
Бейсен Алмаз марапатталады. Алмаз, жарайсың. Марапат құтты болсын. Кезекті финалистіміздің есімі Қуанышқали Жалғас. Жалғас құтты болсын. Сыйлығыңыз. Өзіме алып қалайын деп тұрмын, сыйлықты. Құттықтаймыз. Кезекті финалистіміз Қойшыбай Әбдірахман марапатталады. Құтты болсын Әбдірахман марапатың. Сонау алыс жерлерден келген. Сонау алыс. Алматы оффлайннан. Алматы кептеліспен келген Зелбай Гүлнәфис OIQ жобасының финалисті. Жарайсың Гүлнәфис. Құтты болсын марапатың. Және де бүгінгі соңғы финалист Астанадан келген, ғарышқа қатысты кез келген сұрақтың жауабын беретін Әбілда Арман. Жарайсың Арман, марапатының алғашқысы болсын. Осымен барлық финалистерді марапаттадық. Болды, бітті, қайтамыз. Жеңімпаздардың есін білмедік қой. Анықтаймыз ба? Әрине, ең маңызды сәт бүгінгі жеңімпаздардың есімін жариялау. Сонымен 9 айға созылған OIQ жобасының қаншама қатысушылардың арасынан озып шығып, финалға жолдамалық, финалда тартысты ойын өрнегін көрсетіп, жүлделі 3-ші орынға және де 250 мың теңгеге ие болған финалистіміз Дүзелбай Гүлнәфис марапатталады. Алматы оффлайн. Құттықтаймыз. Ортаға шақырамыз Гүлнәфис, сенің марапаттың. Ой, ала ғой. Бір жағымыздай ғой. Тамаша. Гүлнәфис, жарайсың. Көңіл күйің қалай? Әрине өте қатты қуаныштымын. Бұйырған кетпейді демекші. Бағымды сынап өте жақсы келіп, ең бастысы қатысушылармен танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Алдағы жететін биіктеріміз осымен бітпейді деп үміттенемін. Иә, тамаша. Бұл басы ғана болсын. Бұйырса ұбт-дан рекорд қойып, дәл осындай тағы да бағалы сыйлықтарға ие болуыңа, жұлдызыңның тағы да жануыңа тілектеспіз. Жарайсың. Рахмет. Ал ағай. Жүлделі 2-ші орын иегерін. 2-ші орын иегерін. Сіз жариялаңыз. Жоқ, сіз жариялаңыз. Мен сіздің жариялаңыз қалып тұрмын. Мен сіздің жариялаңыз қалып тұрмын. Жарайды енді, қоймадыңыз ғой. Я, 500 мың теңгенің иесін анықтайтын боламыз. Жүлделі 2-ші орын. Жеңіске өте жақын болған финалистіміз. Өзім жариялайын, жарайды. Өзін жариялаңыз. 500 мың теңгенің иесі Әсембай десең. Алла. Кет қалай ма сөйтіп? 2-ші орын иегері бізде Қуанышқали Жалғас. Жалғас, құттықтаймыз. Керемет нәтиже, керемет көрсеткіш. Қаншама мықтылардың арасынан осылай 2-ші орын алу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Өзіңе сөз кезегі беріледі. Көңіл күй қалай? Көңіл күй өте керемет. Осы 140 ұйымына осындай өте ауқымды шара ұйымдастырған үшін алғысымыз шексіз. Және де осы ойынға қатысқан барша қатысушыларға алдағы нағыз ұтысына сәттілік тілеймін. Тамаша. Нағыз ұбт-да да осылай ортада керемет нәтижелермен көрінулеріңе, жарқылауларыңа тілектеспіз. Қобалжып жатырмыз, өйткені 1-ші орынды жариялайтын уақытта жақындап қалды. Аха, 1-ші орын. Миллион. Басты жүлде, миллион теңге. Ең бастысы. Қанша мыңдаған, 10 мыңдаған 140 оқушылардың ішінде нөмір 1-ші болу ол оңай емес. Оңай емес. Бүгін сұрақтардың өзін көрдіңіз. Сонымен OIQ интеллектуалды жобасының жеңімпазы Әділханұлы Нұрдос марапатталады. Құттықтаймыз Нұрдос. Жеңімпаз болуыңмен басты жүлде сенікі, сөз кезегі де өзіңде. Әуелі осындай шараны ұйымдастырып отырған осындай 140 компаниясына өзінің алғысымды білдіремін. Және де оған қоса
осындай іс-шараға келуіме себепкер болған әуелі өзімнің ата-анама және де өзіме сенім артқан барша жандарға рахметімді айтамын. Одан бөлек осыған қатысқан барша жанкүйерлерге осындай дәрежеден де марапаттан да жоғары жетістіктерге жетулерін тілеймін. Рахмет. Біздің 140-тағы әрбір оқушы Нұрдос сияқты білімді, әрбір финалист жоғарғы нәтижені көрсете алады, кез келген сұрақтарға жауап бере алатын білімді тұлға екендігін көрсетті. Бұл жерде тек бірақ бап емес, бақ та сәттілікті маңызды. Мүмкін сәттілік бақ басқаша болса, басқаша сұрақтар келсе, жеңімпаз біздің кез келген финалистіміз болуы мүмкін еді, Меніңше, әрқайсысы өз бетімен жеңімпаз. Себебі өз потоктарынан, өз топтарынан, пәндерінен суырылып алға шыққан, Алматыға келіп, осындай сайысқа қатысып жатқан әрбір қатысушы жеңімпаз. Алдағы ұбытыларыңа жақсылық тілеймін, күшті балдар тілейміз. Тек осылай білімді екендіктеріңізді көрсетіп жүре беріңіздер. Осымен 9 айға созылған OQ жобасы өз мәресіне жетті. Барлық қатысушыларды, жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. OQ оймен шынды бағындар. Басынан қайтан айтып жүрек, аға, что-то болмай. Бәріміз бірге айқайлап осы кезде шапалақтап, сертификаттарымызды қойып, өз-өзімізге бір қошемет ұрып алайық. Айтпесе не болды, аға, екеуміз ғана айқайлап тұрық, бағыналы беріп. Алдарыңызға қойып қойсаңыздар болады. Ал. Осымен 9 айға созылған OQ зияткерлік жобасы өз мәресіне жетті. Барлық қатысушыларды, жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. OQ оймен шынды бағындар. Аяқталды. Құтты болсын, жарайсыздар. Құтты болсын. Рахмет қатысқандарыңа, үздік болғандарыңа. Кеше айтып болсам. Молодец. Нормально. Ой, жағыздар бір-бірлеріңізді. Аяқталды. Бірімізге барамыз ба? Барлығымыз ортаға келіп, барлығымыз ортақ суретке түсейік. Давай сен деп түсейік. Барлығымыз ортақ суретке түсейік, естелікке. Ой, сәлем деппін ғой. Сертификаттарыңызды алыңыздар, марапаттарыңызды. Барлығымыз әдемі болып түсейік. Молодец. Бірінші сертификатымыз, сол сертификат. Дәл қазір менің жанымда OQ зияткерлік сайысының жеңімпазы 1 миллион теңгенің иегері Әділханұлы Нұрдос. Нұрдос, көңіл күй қалай? Сөз бергеніңізге рахмет. Көңіл күйім шүкір, керемет болып тұр. Осындай жеңістен кейін жалпы мен бұл сайысқа кәдімгідей жеңем деп келмегем. Жеңгеннің өзінде бұл қаражат хайырлы және лайықты адамға бұйырсын деп келген болатынмын. Өйткені осындай сайысқа келгеннің өзі әрбір қатысушы үшін жеңіс деп ойлаймын. Ал енді осындай адам өзім болып қалғаныма шүкіршілік етемін, қуанамын бір жағынан. Сондықтан осындай іс-шараны ұйымдастырған компанияға рахметімді айтамын. Жалпы жарысқа қалай дайындалдыңыз сіз? Дайындалдыңыз ба, сұрақтарды жаттап? Жалпы өтірік айтпай қойын, ешқандай дайындықсыз келдім мен. Өйткені өзімнің бар біліммен финалға да өткем, және бар біліммен осыған да қатысам деп келген болатын. Ал менің бүкіл дайындығым бәрі сол ұбт-ға кетіп жатыр. Сіз қай өңірден келдіңіз, Қазақстанның? Мен жалпы осы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақсақ деген қасиетті де киелі ауылдан келген болатынмын. Қарапайым ауылдың баласы, орта мектеп оқушысымын. Енді бізді көріп отқан барлық 10-шы, 11-ші сынып оқушыларына бір тілегіңіз болса? Осындай жетістіктен қарағанда жоғары жетістік пен дәрежеге жете беріңдер. Бастысы өз-өздеріңді тастамаңдар, өздеріңе әрқашан сенімді болыңдар. Көп рахмет, құтты болсын тағы да.